Құрметті әріптестер, қош көрдік. Бүгін бізде кездесуде арнайы қонағымыз болып, Астана қаласының 97-ші мектеп директоры Замзагүл Ертаевна келіп отыр. Осы кісіден біраз сұхбат алғымыз келіп отыр. Өте қызықты жұмыс нәтижелері бар екен. Замзагүл Ертаевна, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Құрметті оқушылар, ата-аналары, құрметті оқырмандар. Мен аты-жөнім Пиянова Замзагүл Ертаевна, 97-ші мектеп гимназия директоры. Біз осы сапарға Берлин қаласында қазір отырмыз. Лариса Алдабергенқызы, Қазақ тілі қоғамының басшысының ұйымдастыруымен шахматшы қонжық ертегісінің тәтті ертегі жобасына тұсаукесеріне келдік. Кеше осы мәдени орталықта болып, қаншама балалармен кездескен кезде балалардың эмоциясын көрдік, шынайы қуану. Біздің мақсатымыз осы шахматшы қонжық ертегісі арқылы балалардың тілін, тілін қалыптастыру, контент қалыптастыру деп айтуға болады. Қазір қазақ тілді контенттер мен қазақ тілді сапалы дүниелердің шығару. Тек қана шығарып қоймай, осыны ары қарай қолдау. Яғни әрбір баланың пікірін білу. Мына ертегіні өзіңіз қарап отырсыз, ішіндегі әрбір суреті балаға эмоция сыйлайды. Суреті болсын, наклейка болсын, бояу болсын, осының барлығы сапалы шығарылған дүние. Өте тартымды, қызықты. Тартымды. Соны енді осы кейіпкерлерді балалар өздері көз алдына елестетіп отырып, өздері осыны оқып, дүние танымы қалыптасады. Енді өзіңізді мына шет елде қалай қарсы алып жатыр? Қазақ тіліне деген қызығушылығы бар ма? Сол туралы айтып берсеңіз. Біз байқағанымыз, енді мысалы Астана қаласында мектепте ата-аналардың байқадым орыс тілінде сөйлейді. Балаларын орыс сыныбына беріп жатады. Бізден тіпті талап етіп жатады. Сіздер заңды түрде мен орыс сыныбын, бала орыс тілін. Сол кезде біз қиналамыз, түсіндіре алмаймыз. Ал осында келген кезде байқағанымыз керісінше шетелде тұрып жатқан қаншама қазақ отбасыларының балаларының тілін қазақ тіліне шығуына мүдделі болып отырғанын байқадық. Бізге мынау сіздердің ойларыңыз, жобаларыңыз, миссияларыңыз керемет екен. Осындай қазақша ертегілер көп болса, біз сатып алар еді. Біз қазақша контенттер болса деп. Содан енді біз Астана қаласының қазір 8 мектебі осы жобаға кіріп жатыр. Сол 8 мектеппен бірлесіп, шығармашыл ұстаздарды біз зиялы бір орта қалыптастырып, конкурс ұйымдастырып, осындай өздерінің ертегілерін егер жазатын болса, біз қолдау білдірсек, осы қоғамдық бірлестік арқылы кітабының шығуына, оның сапасына, оның суретіне, барлығына сол осы бірлестіктермен бірігіп отырып, жұмыс істесек, сосын мықты конкурстар өткізсек. Сол кезде біріншіден